Бауырдан котлет дайындаймыз. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін бауырдан котлет дайындаймыз. Ол үшін міне бір жарты килограмм бауырды осылай жуып тазалап турап алдым. Осындай бөліктерге. Және де бір пияз, бір кішкентай сабыз және 2 бас чеснокты аламыз. Енді барлығын осының мясорубкадан өткіземіз. Мясорубкадан өткен бауырымыздың үстіне бір жұмыртқа және татымына қарай тұз және бұрыш қосамыз. Және 2 ас қасық толтырып ұн қосамыз. Ең соңғы ингредиент ол сүт және барлығын жақсылап араластырамыз. Бауыр котлетіміз дайын, енді осыны қызып тұрған табаға азғантай мөлшерде май құйып қуырамыз. Осымен бауырдан жасалған котлетіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік болып пісті. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел ас болсын.